Балалар, тақтада не жаздым мен қазір? Ал енді дәл осыны сыбырлап айтып көрейікші. Сыбырлап сабақ өтеріңіз бүгін. Жақсы ма? Қазір жаңа тақырып өзара кері сандарды мен жақсылап түсіндірдім. Так, ережені сақтай отырамыз. Так, Азамат, өзара кері сандар не екен? Көбейтіндісі бірге тең сандарды өзара кері сандар дейміз. Келісесіңдер ма? Жарайсыңдар, тез жазып алыңдар. Бұл дұрыс. Абай, бұл дұрыс. Так, мен қазір видеодан көріп алам, кім мұқият тыңдап отырған. Натурал сан нешені жаздым мен қазір? 7-ні жаздым, я? Енді мұқият тыңда, ереже. Натурал санға кері сан, кез келген натурал санға кері сан, алымына бірді жазасың да, бөліміне натурал санның өзін жазасың. Сонда 7 мен 7 қысқарады да бірге тең екен. Ал енді мен қайталайым. Натурал санға кері сан, ол алымы бірге, бөлімі өзіне тең бөлшекті айтады. Ал енді... Жауабы өзара кері сан шықты. Өте жақсы, Азамат. Кім айтып береді? Азаматтан басқа, Бимаштан басқа. Натурал санға өзара кері сан қандай сан екен? Алымы. Шәкір бекет, айт. Алымы бірге тең, ал бөлімі өзіне тең сандарды өзара кері сан. Өте жақсы, молодец.